Медицина сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Plus 7 Students Book Unit 2 Seeing Stars атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 24 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Яғни Seeing Stars деп аталады. Жұлдыздарды көру екен. Exercise 1. Do you want to visit the home of a famous person? Which person's home and why? деген сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Яғни бұл жерде сіз бір атақты адамдардың үйіне барғыңыз келеді ме? Қандай атақты адам үйіне барғыңыз келеді және не үшін барғыңыз келеді деген сұраққа жауап беру керек. Exercise 1. Яғни бұл бірінші сұраққа do'мен бастап тұрғандықтан yes I do деп қысқа жауап берсек болады. Иә, барғым келеді. I want to visit Rhyme and Ерке's home. Мен бұл жерде Райм мен Еркенің үйіне барғым келеді. I want to talk and spend time with them. Мен олармен бірге сөйлесіп, уақыт өткізгім келеді деп жаздым. Бұл сіздерде Еркен мен Райм мен Еркенің орнына кез келген басқа бір жұлдыздың есімін қойсаңыздар болады. Next is second. Look at the advert. Advert дегеніміз жарнама, реклама. What does the classic car company offer? Яғни классикалық көліктер компаниясы не ұсынады дейді. Let's read and translate this advert. Яғни жарнаманы оқып аударайық. See celebrity homes. Жұлдыздардың немесе атақты адамдардың үйін көру деп аталады екен. The classic car company offers a 3-hour tour of celebrities homes for up to 5 people. Яғни offers, яғни ұсынады. Классикалық көліктер компаниясы 5 адамға атақты жұлдыздардың үйіне арналған 3 сағаттық тур ұсынады деп айтсаңыздар болады. Әрі қарай. We don't use a bus. Екінші сұрақтың жауабы. We don't use a bus. Біз автобус қолданбаймыз. We give tours of Los Angeles in a classic Cadillac car. Біз классикалық Cadillac көлігімен Лос-Анджелеске тур ұйымдастырамыз. We visit about 30 different celebrities' homes in Los Angeles. Біз сіздермен 30 шақты атақты адамдардың үйіне, Лос-Анджелес қаласында үйіне саяхат жасаймыз. Don't forget your camera. Өзіңізбен бірге камера ұмытып кетпе дейді. We also, біз сондай-ақ, pick you up from your hotel. Сізді қонақ үйіңізден алып кетеміз. Give you drinks in a car. Яғни көлікте сусындар береміз дейді. Next exercise 3. Read and listen to the advert and the postcard. Мынау төменде жоғарыдағы берілген жарнама мен ашық хатты оқып тыңда дейді. Сол тыңдап отырып, мына төмендегі берілген сөйлемдер true немесе false екенін табуыңыз қажет. Егер де сөйлем false, яғни жалған болатын болса, ол сөйлемді дұрыс сөйлемге айналдыруымыз қажет. Біз сіздермен advert, яғни жарнаманы оқып аударып қойдық. Келесі бізде postcard. Postcard дегеніміз ашық хат. Ашық хат Дженнен Эллиға жазған. Hi Ellie, сәлем Ellie. We are having a great time in America. Біз Америкада керемет уақыт өткізіп жатырмыз. At the moment, I am sitting in a Cadillac convertible in Mulholland Drive, Hollywood. Дәл қазіргі сәтте мен Cadillac көлігінде отырмын дейді, Голливудте. You can see everything in Los Angeles from here. Мұнда сіз Лос-Анджелестен барлық бөлігін көре аласың. We are doing a tour of celebrity homes in a private car. Біз жекеменшік көлікпен атақты адамдардың үйіне турда жүрміз. It's my mom's birthday present from dad. Бұл менің әкемнің анамның туған күніне жасаған сыйлығы. She loves films. Ол фильмдерді ұнатады, жақсы көреді. At the moment, we are outside Britney Spears' house. Дәл қазіргі сәтте біз Britney Spears'тың үйінің сыртындамыз. It's really big and it looks like a traditional Mediterranean villa. Ол өте үлкен, ол шынымен үлкен, және де ол ұлттық виллаға, Медитерран вилласына ұқсайды. I think I can see her living room at the front of the house.
Мен ойлаймын, оның жаңағы үйінің алдынан қонақ бөлмесін көре аламын. There are lots of windows, so she has a great view of Los Angeles. Оның үйінің терезелері өте көп екен, сондықтан оның үйінен Лос-Анджелес қаласына керемет көрініс шығады дейді. There is a big balcony, but Brittany isn't sitting outside. Оның үлкен балконы бар, бірақ Бритни сыртта отырған жоқ. She isn't living here at the moment. Дәл қазіргі сәтте ол бұл үйде өмір сүрмейді. Our driver said Brittany is in London. Біздің жүргізушіміз Бритни Лондонда деп айтады. She is looking for a holiday home there. Яғни бұл үй демалыс үйіне ұқсайды дейді. Love, яғни махаббат пен жел. Енді үшінші жаттығуға қайтып келетін болсақ, төмендегі берілген сөйлемдер осы жарнамамен ашық хат арқылы true немесе false екенін табатын боламыз. Exercise 3, yes? The first. 5 people can go on a tower. Турға 5 адам бара алады. It's true. The towers start in Mulholland Drive. Тур Mulholland Drive'да басталады. No, it's false. The towers start from your hotel. Тур сіздің қонақ үйіңізден басталады. Yes? The third. You need to take something to drink. Сіз өзіңізбен бірге ішетінін бір нәрсе алып шығуыңыз қажет. It's false. They give you drinks in the car. Олар сізге көлікте сусындар береді. The fourth. Ellie is on the tower at the moment. Ellie дәл қазіргі сәтте турда. It's true. Next, Ellie's mom organizes the tower. Ellie'дің анасы осы турды ұйымдастырады. No, it's false. Jane's dad organized a tower. Yes, Jane'ның әкесі осы турды ұйымдастырған. Britney Spears isn't at home at the moment. Britney Spears дәл қазіргі сәтте үйінде емес. It's true. Next, exercise 4. Match words from the text 1 to 5 with their definitions A to E. Яғни төмендегі сөздермен олардың definition, яғни түсіндірмесін сәйкестендіріп шығуымыз қажет. View дегеніміз не? Traditional мысалы деген сөздердің түсіндірмесі. View дегеніміз көрініс. Көрініс дегеніміз яғни see. What you can see. Яғни сіз не көре аласыз? Оны біз көрініс деп атаймыз. Traditional A. Old style, яғни ұлттық. Windows D. You look through this. Яғни сіз одан ол арқылы көре аласыз. Yes, balcony. A space on the outside of a house. Яғни үйдің сыртынан бір белгілі бір орын. Балкон, яғни. Holiday home. И an extra home, яғни қосымша үй, демалыс үйі. Next, exercise 5. Ask and answer the questions. Төмендегі сұрақтарға жауап беруіміз қажет. The first question. Is your home modern or old? Сіздің үйіңіз заманауи немесе ескі ме? Бұл жерде сіз өзіңіздің үйіңіз туралы жауап бересіз. My home is modern, old. Яғни жаңа болса modern, ескі болса old деп жазасыздар. Have you got a balcony or garden? Сіздің үйіңізде балкон немесе бақша бар ма? Егер бар болса have got, жоқ болса haven't got құрылымын қолданасыз. I have got a balcony and a garden. I haven't got a balcony and a garden. And this third. Are there lots of windows in your home? Сіздің үйіңізде терезе көп пе? There are a lot of windows in my home деп жауап бердім. The fourth. What is the view from your home? The windows of 2 rooms of the apartment face to sunrise. Яғни біздің екі бөлмемнің терезесінен күннің шыққанын көре аламын деп жаздым. Have some people got holiday homes in your country? Where? Сіздің еліңізде адамдардың қосымша демалыс үйлері бар ма? Қайда? Yes, they have. Some people have holiday homes in Turkey. Бірнеше адамдардың Турция қаласында демалыс үйлері бар деп жаздым.